6 тарау. Филиас Фокке қатысты жөнелтілім мына жағдайға байланысты жіберіліп еді. Сәрсенбі 9 қазан таңертеңгі сағат 10-нан кеткен шамада Суэцте елдің бәрі Peninsular and Oriental компаниясына тиесілі Монғолия пакетботын күтіп тұрған. Ол өзі жалпы сыйымдылығы 2800 тонна, қуаты 500 ат күшіне тең темір брандалы пароход еді. Монғолия Брендизи мен Бомбей арасына Суэц арнасы арқылы тұрақты қатынайтын. Бұл компанияның ең жүйрік кемелерінің бірі. Ол Брендизи мен Суэц арасындағы 10 миль, сондай-ақ Суэц пен Бомбей арасындағы 9,153 миль қашықтыққа белгіленген ресми сағат жылдамдығынан үнемі асып түсіп, тез келуші еді. Монғолияны күткен екі кісі жағалауда серуендеп жүр. Олар қаладан ағылған жергілікті тұрғындар мен шетелдіктердің ортасына араласып кетті. Бұл Лесеп мырзаның болашағы зор болады деп уәде еткен ұлы жобасы жақында ғана ашылғандықтан әлі шағындау орын еді. Екеудің бірі Ұлыбританияның Суэцтегі консулы Британ үкіметінің көмескі болжамдарына, сондай-ақ инженер Стивенсонның қарсылық білдіріп, қара аспанды төндіргеніне қарамастан, осы каналды пайдаланып, бұрындары Англия мен Үндістан арасындағы мейірімді үміт мүйісі арқылы өтетін жолды 2 есе қысқартқан, осылайша мұндағы ағылшын кемелерінің қарасын көбейткен адам еді. Екіншісі бәкене бойлы, жұқалтаң, күйгелек, әйтсе де кескіні зерделі, қабағы қатулы кісі. Қалауынша сан құбылатын ұзын кірпікті отты көзі жылт-жылт етеді. Штамы таусылған ол бұл сәтте байыз тауып отыра алмай жағалауды әрлі-берлі кезіп жүрді. Оның аты Фикс. Англия банкінен ақша ұрланғаннан кейін түрлі порттарға жіберілген ағылшын полициясының агенті, ізкесушілердің бірі болатын. Фикс Суэц арқылы өтетін саяхатшыларды мұқият қадағалап, алда-жалда күдікті біреу көзге ілінсе, қамауға алу ордері шыққанша оның соңынан қалмауға тиіс еді. Осыдан 2 күн бұрын Фикс Лондон полициясының директорынан ұрлық істелген күні банктың төлем бөлмесінде болған күдікті, яғни құрметті, малынып киінген джентльмен туралы мәлімет алған еді. Ұрыны ұстағандарға берілетін қомақты сияпат, есін алған жансыз, Монғолияның келуін 2 көзі 4 болып, сарыла зарға күтеді. Құрметті консул, бұл пароход кешікпеуге тиіс екенін мақұлдайсыз ғой? Деп 10 рет сұрады ол. Кешігуі мүмкін емес, Фикс мырза. Деп жауап берді консул. Ол кеше Саид портының тұсынан өтті. Ал арна бойындағы қалған 160 шақырым мұндай кеме үшін түкке тұрмайды. Мен саған айтайын, Монғолия кестеден тыс ұтқан әр түні үшін үкімет беретін 25 фунт сыйақыны үнемі алады. Бұл пакетбот тура Брендизиден келе жатыр ма? Деп сұрады Фикс. Брендизиден Үндістанға пошта алып кетеді. Ол жерден сенбі күні түскі 5-те шықты. Сондықтан шыдамды болыңыз, кеме кешікпейді. Алайда мен шынымен түсінбеймін. Егер ол Монғолияның бортында болды деген күннің өзінде берілген ақпарат арқылы ұрыны қалай танисыз? Консул мырза, деді Фикс, ондайларды танымайсың, сезесің, есту, көру, иіс сезу арқылы көретін ерекше түйсік қабілетің болуы керек. Өз өмірімде ондай мырзалардың талайын тұтқындадым. Егер ол ұры қазір пароходта болса, сізге ант етем, менің құрығымнан құтылмайды. Мен өте қуанар едім, Фикс мырза. Қалай дегенмен де ірі көлемдегі ұрлық қой. Сұмдық ұрлық, деп ішегін тартты агент. 55.000 фунт, мұндай жойқын ұрлық күнде бола бермейді. Ұрлар ұсақталып кетті ғой. Шопарттардың тұқымы құрып барады. Ендігілері тиын тебен үшін дарға асылатын болады. Сіз өте сенімді сөйлейсіз. Мен сізге шын жүректен сәттілік тілеймін. Алайда
Қайталап айтайын, бұл жағдайда мәселе қиынға соға ма деп қорқам. Білесіз бе, сіз алған белгілерге қарасақ, бұл ірі бой басы мұнтаздай адамға ұқсайды. Консул мырза, деді полиция агенті уағыз айтқандай бір үнмен. Үлкен ұрылар қашанда өздерін адал адам сияқты ұстайды. Алаяқтарға одан басқа амал жоғын сіз жақсы түсінесіз деп ойлаймын. Өйтпесе олар бірден ұсталады емес пе? Ең бірінші, бет әлпеті адал адамдарға ұқсағандарды аңду керек. Мойындаймын, бұл жұмыс оңай емес. Тіпті қол өнерден де қиын өнер. Жоғарыда біз сипаттап өткен Фикс мақтаннан да құралақан емес еді. Бұл кезде жағалауда қозғалыс қыза бастады. 40 ұлттан құралған алыпсатарлар, делдалдар, жүкшілер, шаруалар кеме тоқтайтын тұсқа топырлады. Пакет боттың жақындап қалғанын сезгендей. Ауа райы ашық, тек сәл салқындау, шығыстан жел соғып тұр. Алагеуім күн сәулесіне шағылып, қала үстінен бірнеше мұнаралар көзге шалынады. Ұзындағы 2000 метр порт жиегі бейне қол сияқты. Суэц жолының бойымен оңтүстікке созылып жатыр. Қызыл теңіздің өрінде балық, жүк таситын кемелер жүзіп жүр. Олардың қайсы бірі көне дәуірдің көріністерін көз алдыңа әкеледі. Топ ішінде серуендеп жүрсе де, Фикс кәсіби дағдысымен жұртқа тіміскілей қарайды. Сағат 10:30 болды. Порт сағаты соққан кезде Фикс: «Айттым ғой, ол кеме келмейді», деп ызалана айғайлады. «Ол жақындап қалды», деді консул. «Суэцте қанша сағат тұрады?» деп сұрады Фикс. 4 сағат. Көмір тиеу үшін уақыт керек. Суэцтен Қызыл теңіздің арғы жағындағы Аденге дейін 1310 миль. Сол себепті отын қорын молынан қамдау керек. Ал Суэцтен Бомбейге төте тарта ма? Иә, тура солай қарай жүреді. Демек, егер ол ұры осы кемені, осы бағытты таңдаса, Суэцтен суды жоспарлайды. Одан әрі Азиядағы Голландияның немесе Францияның иеліктеріне кетпек. Үндістанның Британия отары екенін, мұнда қауіпсіз бола алмайтынын ол жақсы түсінуі тиіс. Егер ол кәнігі ұры болса, әрине солай істейді, деп қостады консул. Өзіңіз де білесіз, ағылшын ұрыларына шекараның сыртына қашқаннан гөрі Лондонда тығылған оңайырақ. Осыны айтып, жансызды терең ойға батырған консул жағалауға жақын орналасқан Британ консулына қайта оралды. Жалғыз қалған полиция инспекторының жүйкесі сыр беріп, күйгелектеніп кетті. Түйсігі сезеді, ұры Моңғолияның бортында, ал ол алаяқ шынымен жаңа әлемге дейін жетуді көздесе, онда Атлант мұхиты арқылы өтетін жолдан гөрі күзеті аз, бүлдіртпей жылыстап кетуі оңай, Үндістан бағытына көбірек назарын аударуы тиіс. Бірақ Фикс ойын аяқтап үлгермеді. Жағалауға жеткенін білдірген пакетботтың қышқырған дауысы естілді. Жүкшілер, шаруалар тобыры көпшіліктің киімін жырта-мырта баса көктеп айлаққа ұмтылды. Бірнеше қайық суға түсіп, Моңғолияны күтіп алуға аттанды. Көп уақыт өтпей, арнаның арасынан Моңғолияның алып сұлбасы көрінді. Сағат 11-ді соққанда пароход буын будақтата жер-дүниені көшіріп, ысқыра ұшқына кеп тоқтады. Кеме бортында жолаушы тым көп екен. Қайсы бірі қаланың керемет келбетіне сүйсіне қарап, палубада қалды. Әйткенмен дені кеменің жан-жағынан үймелеген қосар қайықтарға, шлюпкаларға түсіп жатты. Фикс келбетін ұмытып қалмайын дегендей, жағалаудағы жолаушыларға шұқшия тесіле қарайды. Осы сәтте жолаушылардың бірі өзіне қызмет ұсынған жүкшілерді жарып шығып, ізгесушіге жақындады да, сыпайылап, Британ консулының қайда орналасқанын сұрады. Сосын паспортын көрсетіп, Британ бұрыштамасын, визасын қойғысы келетінін айтты. Фикс құжатты қолынан жұлып алды да, бірден алдындағы адамның бой басына көз жүгіртті. Қуанышын тежей алмаған оның қолындағы қағазы қалтырап кетті.
паспорттағы белгілер Лондон полициясы бастығының берген мәліметтермен сәйкес келеді екен. Бұл сіздің құжатыңыз емес қой? Деп сұрады ол жолаушыдан. Бұл менің қожайынымның құжаты. Ал сіздің мырзаңыз қайда? Кемеде қалды. Құжаттың иесі екенін дәлелдеу үшін консул кеңсесіне оның өзі келуі керек, деді агент. Ал мына құжат ше? Бұл жеткіліксіз. Консул кеңсесі қайда? Әне, анау тұр, алаңның бұрышында, деді жансыз 200 метр жерде тұрған үйді нұсқап. Онда менің мырзама баруыма тура келеді. Ол мазасын алғанды аса ұнатпаушы еді. Жолаушы Фикске иілді де пароходқа қарай жүріп кетті. 7-ші тарау. Полиция агенті жағалаудан жалт бұрылып, кеңсеге қарай жүгіре жөнелді. Барысымен консулға кіргізуін талап етті. Консул мырза, деді ол, сөзін ешқандай кіріспесіз бастап кетіп. Мен біз іздеген ұры Монголия бортында ма деп күдіктенем. Олай екені күмәнсіз. Фикс іле паспортқа байланысты қызметшімен арада болған әңгімені айтып берді. Өте жақсы, Фикс мырза, деп жауап қатты консул. Мен ол алаяқтың бет-әлпетін көргім келеді. Егер ол сіз ойлағандай шынымен ұры болса, маған келмеуі де бек мүмкін. Баукеспелер із тастағанды жек көреді, және оларға заңды сақтау да міндетті емес. Консул мырза, деді агент, егер ол сұңғыла адам болса, келеді. Куәлігіне мөр бастыру үшін бе? Әрине, құжат дегенің адал адамдарға кедергі келтіріп, алаяқтарға көмектесетін нәрсе ғой. Мен оның қағазы сақадай сай екеніне күмәнім жоқ, алайда сіз оған мөр басудан бас тартасыз деп үміттенем. Егер құжаты дұрыс болса, неге бұрыштама қоймауым керек? Онда менің бас тартуға құқым жоқ. Консул мырза, Лондоннан тұтқындау туралы ордер келгенше, бұл адамды осында ұстағаным дұрыс болар еді. Ол енді өз шаруаңыз, Фикс мырза, деді консул. Бірақ та мен олай істей алмаймын. Консул сөзін аяқтап үлгерген жоқ. Кеңсе қызметкері есік қағып, ішке 2 шетелдікті кіргізді. Олардың бірі ізгесушімен сөйлескен кісі еді. Бұлар шынында мырза мен қызметші болатын. Джентльмен төлқұжатын көрсетіп, консулдан мақұлдауды өтінді. Ол паспортты алып, мұқият қарай бастады. Ал бұл сәтте Фикс кеңсенің бұрышында шетелдіктерді көзімен тіміскілеп, дәлірек айтқанда жеп қоярдай тесіліп қарап тұрды. Сіз Эсквайр Филиас Фоксыз бе? Деп сұрады консул оқып болғасын. Иә, мырза, деді джентльмен. Мына кісі қызметшіңіз бе? Иә, француз. Ныспысы паспорту. Лондоннан шықтыңыз ғой? Иә. Қайда бара жатырсыз? Бомбейге. Тамаша, сэр. Виза қою міндетті емес екенін, және біздің бұдан бұлай төлқұжат көрсетуді талап етпейтінімізді білесіз бе? Мен оны білемін, мырза, деді Филиас Фок. Тек мен осы мөр арқылы Суэцте болғанымды куәландырғым келеді. Жолыңыз болсын, сэр. Консул құжатқа қол қойып, күнін жазды да үстінен мөр басты. Фок мырза тиісті төлемді төлеп, салқын ғана мезрет жасады да қызметшісін ертіп шығып кетті. Ал не дейсіз? Деп сұрады Фикс. Не дейміз? Келбетіне қарасаң, өте әдепті адам. Мүмкін, деп жауап берді Фикс. Бірақ мәселе ондай емес. Консул мырза, осы бір сырбаз мырзаның тұрпаты маған кеп түскен белгілерге дәлме-дәл келіп тұрған жоқ па? Солай-ақ шығар, алайда ол тек жорамал ғой. Онымен өзім айналсам, меніңше қызметшісі тап қожасындай сыр бермейтін адам емес сияқты, деді Фикс. Сондай-ақ ол француз, аузына абай болмайды. Көріскенше, консул мырза. Агент осыны айтып шығып кетті де паспортуды іздеуге шықты. Бұл кезде Фок мырза консулдық имараттан шығып, жағалауға келген еді.
мұнда қызметшісіне бірнеше бұйрық беріп, қайыққа мініп, Моңғолияға қайтып оралды. Өзінің каютасына кірісімен дәптерін алып, мына сөздерді қағазға түсірді. 2 қазан, сәрсенбі, сағат 8:45-те Лондоннан шықтым. 3 қазан, бейсенбі, таңғы сағат 7-ден 20 кеткенде Парижге келдім. 3 қазан, бейсенбіде таңғы сағат 8:40-та Парижден шықтым. Монсеньес арқылы Туринге 4 қазан, жұма, таңғы сағат 6:35-те келдім. Туриннен жұма, таңғы сағат 7:20-да шықтым. Бриндизиге сенбі, 5 қазанда, күндізгі 4-те келдім. Сенбі, сағат кешкі 5-те Моңғолияға отырдым. Суэцке 9 қазан, сәрсенбіде сағат таңғы 11-де келдім. Барлығы 1581-де 2 сағат, немесе 61-де 2 тәулік. Фок мырза осы күндердің барлығын бағандарға бөлінген маршрутқа түртіп қойды. Онда 2 қазаннан 21 желтоқсанға дейін айдың атауы, болжамды келу аптасының күні мен кету күні жазылып, барлық маңызды нүктелерге нақты келетін күнін көрсететін орын қалдырды. Париж, Бриндизи, Суэц, Бомбей, Калькутта, Сингапур, Гонконг, Йокогама, Сан-Франциско, Нью-Йорк, Ливерпуль, Лондон. Бұл жолдың әр телімінде жоғалтқан немесе ұтқан уақытты есептеуге қолайлы еді. Бүкіл маршрут белгіленген әдістеме Фок мырзаға кез келген уақытта оның кешігіп қалғанын, болмаса озып кеткенін тексеріп отыруға мүмкіндік берді. Осы күні сәрсенбіде 9 қазанда ол Суэцке келгенін түртіп қойды. Әзірге бәрі кестеге сай. Уақыттан ұтқан да жоқ, ұтылған да жоқ. Сосын таңғы асты каютасына әкелуге бұйырды. Ал қаланы тамашалау туралы тіпті ойлаған да жоқ. Өйткені ол өздері басып өткен жерлерді қызметшілеріне қадағалауды тапсыратын ағылшындардың нәсілінен еді. 8 тарау. Жағасы жайлауда, жан-жағына тамсана қарап, жағалауда жайқалып жүрген паспортуды Фикс бірден тауып алды. «Хал нешік, достым?» деп сұрады Фикс. «Құжаттың шарбасы бір жайлы болды ма?» «Ах, бұл сіз бетіңіз, мырза», деді француз. «Ризашылығым шексіз, бізде бәрі ойдағыдай. Енді маңайды тамашалап жүрсіз бе?» «Иә, алайда біздің өте жүргеніміз сондай, бұл саяхат емес, бейне бір түс сияқты. Демек біз қазір Суэцтеміз ғой?» «Иә, Суэцтесіз. Мысырда?» «Мысырда, әрине». «Яғни Африкада?» «Иә, Африкада». «Африкада», деп қайталады паспорту. «Сенер-сенбесімді білмеймін. Түсінесіз бе, осы жолы таңғы 07:20 мен 08:40 арасында ғана солтүстік вокзалдан Лионға барар жолда жаңбыр шайып, суланған вагонның терезелері арқылы көрген атақты Астана Парижден әрі аттап басам деген ой менің 3 ұйықтасам түсіме кірмеген еді. Қандай өкінішті. Пер-Лашез зиратына және Елисей алаңындағы циркке тағы да барғым келгені». «Демек сіз өте асығыссыз ғой?» деп сұрады полиция инспекторы. «Жоға, маған бәрібір ғой, тек мырзам болмаса. Айтпақшы, мен көп қылып көйлек пен шұлық сатып алуым керек. Біз ешқандай артық жүк алмай, жолсандықпен ғана шықтық қой. Мен сізді іздегеніңіздің бәрі табылатын базарға апара алам». «Рас па? Сіз өте мейірімдісіз, мырза», деді паспорту. Екеуі жолға шықты. Паспорту аузы тыным таппай сөйлеп келеді. «Тек мен пароходқа кешігіп қалмауым керек», деп алаңдады ол. «Сізде әлі уақыт жетеді», деді Фикс. «Әлі тал түс қой». Паспорту үлкен сағатына үңілді. «Қалайша тал түс?» деп таңғалды ол. «Сағат 10-ға әлі 8 минут бар. Сіздің сағатыңыз қалып қойған», деп ескертті Фикс. «О, менің сағатым. Бұл бабамнан мұраға қалған бұйым. Бір жылда 5 минут болса да қателескен емес. Нағыз құмсағат дерсің». «Оның мәнісі мынада», деді Фикс. «Сіздің сағатыңыз әлі Лондон уақытымен тұр. Ол бұл жерден 2 сағат кейін.
сізге жергілікті уақытқа сәйкестендіріп өзгерту керек. Маған сағатыңызды өзгертіңіз дейсіз бе? Деп екіленді паспорту. Еш қашанда. Онда күн мезгілімен сәйкеспейді. Сәйкеспесе сәйкеспей ақ қойсын. Демек күн қателеседі. Ақкөңіл жігіт көкірегін керіп мақтанған қалпы сағатын қалтасына сүңгітті. Сәл үзілістен кейін Фикс оны қайтадан сұрақтың астына ала бастады. Демек сіздер Лондоннан сәтті аттанған екенсіздер ғой. Сәтті болғанда қандай? Фок мырза клубтан әдеттегіден тыс ерте кешкі 8-де келді де бас аяғы 20 минутта біз жолға шығып та үлгердік. Қожайының қайда бет алды? Алға, тек қана алға, ол жер бетін айналып шығады. Жер бетін? Деп ысқырып жіберді Фикс. Иә, 80 күнде. Оның айтуынша бұл бәстесу екен, бірақ та арамызда қалсын. Мен оған сенбеймін. Бұл деген ақмақшылық, әурешілік. Мәселе басқада сияқты. Сіздің мырзаңыз, Фокты айтам, шынында өзі ешкімге ұқсамайтын адам сияқты, Мен де тап солай ойлаймын. Айтқандай шылқыған бай шығар. Бай болғанда қандай, біз өзімізбен бірге шытырлаған банк билеттерін алып шықтық. Не ішем, не жейм демейміз. Сондай-ақ біле беріңіз, ол Моңғолияның механикіне, егер Бомбейге уақытынан ерте барса, қомақты сыйақы беруге уәде етті. Ал сіз бұл мырзаңызды көптен білесіз бе? Мен бе? Деп қайталады паспорту. Мен оған кетеріміздің алдында ғана қызметке келдім. Үркіп тұрған жылқыға қиқу салса не жорық? Бұл онсыз да күмәнданып тұрған полиция инспекторының күдігін күшейте түскені айтпай-ақ түсінікті шығар. Ұрлық болғаннан кейін іле-шала Лондоннан асығыс аттануы, бұл адамның өзімен бірге үлкен сома алып жүруі, миға қонымсыз бәс тігуді сылтау етіп, алыс елдерге баруға деген ұмтылысы, мұның бәрі Фикстің болжамдарын растап қуаттай түскендей. Француздың сөзінен қызметшінің өз қожайынын жете білмейтінін, оның Лондонда оңаша өмір сүретінін, қисапсыз бай екенін, барлық байлығының қайнар көзі қайдан құйылып жатқаны ешкімге белгісіз, сыр бермейтін жұмбақ жан екенін ұқты. Бір жағынан Фикс Филиас Фоктың Суэцте түсіп қалмайтынына, шын мәнінде Бомбейге бара жатқанына көз жетті. Бомбей бұл жерден алыс па? Деп сұрады паспорту. Алыс болғанда қандай? Деді агент. Сізге әлі 10 күн теңізде жүруге тура келеді. Сол Бомбейіңнің өзі қай жақта? Үндістанда. Азияда ма? Әрине. Сайтан алғыр, білесіз бе, менің жанымды мүжейтін бірақ нәрсе. Анау алау. Қайдағы алау? Ой, анау газдың алауы. Кетерде құлағын бұрап жабуды ұмытып кетіппін. Енді менің есебімнен жанып жатыр. Есептеп көріп едім, күніне 2 шиллингтен келеді. Яғни күндік табысымнан 6 пенс артық. Егер саяхат ұзап кетсе, онда өзіңіз де түсініп тұрсыз ғой. Босқа жанып жатқан газ жайлы Фикс бірдеңе ұқты ма? Әй, қайдам. Ол одан ары тыңдаған жоқ, ойша жоспар құра бастады. Француз екеуі базарға келді. Фикс серігін сауда жасауға тастап, оған Моңғолияның жүретін уақытынан кешікпеуді тапсырып, өзі консул кеңсесіне қайта оралды. Бір шешімге келген Фикс байсалды кейіпке енді. Консул мырза, деді ол. Менің енді титтей күмәнім қалған жоқ. Бұл жігіт бізге ұсталды. Ол жер бетін 80 күнде айналып шықпақ әпендеге ұқсайды. Онда бұл қулығына құрық бойламайтын арамза болды ғой, деді консул. Түпкі ниеті екі құрлықтың полицейлерін сеңдей соғылыстырып Лондонға оралу екен ғой. Біз оған әлі көрсетеміз, деп жауап қатты Фикс. Дегенмен сіз қателесіп тұрған жоқсыз ба? Деп қайталап сұрады консул. Жоқ, қателеспеймін. Онда бұл өзінің Суэц арқылы жүрген сапарын не үшін тіркетті? Не үшін? Мен де соны ұқпай тұрмын, деді жансыз. Алайда тыңдап көріңізші. Ол атышулы Фок мырзаның қызметшісінің бірер сөзін консулға айтып берді. Шынында да, деп таңғалды консул. Мұның бәрі бұл адамға күмәнді күшейтеді.
Ал сіз не істемексіз? Оны Бомбейде қамауға алуға ордер сұрап, Лондонға хабар жіберіп, өзім Моңғолияға мінемін. Ұрының ізінен қалмай Үндістанға барамын және сол Британия жерінде сыпайы түрде жақындап, иығынан түртіп, ордерді қолына ұстатамын. Осының бәрін сазарған күй айтып берген агент консулмен қоштасып телеграфқа жөнелді. Бұл жерден бізге белгілі мәлімдемені полиция бастығына жіберді. Ширек сағаттан соң қолына жеңіл шамаданы бар, алайда қаржыны молырақ алған Фикс Моңғолияның палубасына мінді. Көп уақыт өтпей, жүрдек кеме Қызыл теңізде жүзіп бара жатты. 9 тарау. Суэц пен Аденнің арасы тұп-тура 1300 миль. Компаниямен арадағы келісім шарттарға сай, кеме бұл жолды 138 сағатта жүріп өтуге тиіс. Қазандықтары толық қуатпен жұмыс істеп тұрған Моңғолия Аденге белгіленген уақытынан бұрын жетуді көздейді. Брендизиден мінген жолаушылардың дені Үндістанға барады. Бірі Бомбейді, қайсы бірі Калькуттаны бетке алған. Алайда бәрібір Бомбей арқылы өтеді. Себебі Үндістан түбегін көлденеңнен кесіп өтетін темір жол салынғалы, Цейлонға соғудың қажеті де болмай қалғантын. Моңғолияның жолаушыларының арасында шенеуніктер мен түрлі дәрежедегі офицерлер көп екен. Бірі Британ әскерінде қызмет етсе, кейбірі жергілікті сипайлардың көтерілісін жаныштағандар. Олар Ост-Үнді компаниясының голландиялық Шығыс Үндістан компаниясы. Міндеттемелері мен құқықтары мемлекетке өткен уақытта да қомақты жалақы алуды жалғастыра берген еді. Мәселен, лейтенанттар 7000 франк, бригадирлер 60 000, генералдар 100 000 көлемінде алатын. Жалпы Моңғолия бортындағы жағдай жаман емес. Шенеуніктер қатарына отанынан алыс жерден жаңа сауда кәсіпорындарын ашуды көздеген миллиондаған байлықтың иелері жас ағылшындар қосылды. Компанияның сенімді өкілі, яғни кеме қазынашысы, оларға капитаннан кем құрмет көрсетпей, салтанатын асырып тастады. Таңғы ас, түскі ас, кешкі аста дастархан үсті түрлі ет тағамдар мен жеміс-жидекке сықасып тұрды. Жолаушылар күніне 2 рет дәретханаға барды, музыка тыңдады, теңіз тыншыған уақыттарда тіпті билеп алады. Дегенмен Қызыл теңіз барынша ұзын әрі тар шығанақтар тәрізді шәлгес, шикәмшіл болғандықтан жиі-жиі мінез көрсететін. Жел Азия немесе Африка жақтан соққан кезде ұзын ұршыққа ұқсайтын бұрандалармен жабдықталған Моңғолия қатты шайқалақтап кетеді. Мұндайда әйелдер каютаға тығылып, әуенде, биде саптыйлады. Әйтсе де толқынның ырғағына қарамастан, қуатты пакетбот жүрісін бәсеңдетпей, Баб-әл-Мандеб бұғазына қарай өршелене жүзді. Бұл уақытта Филиас Фок қайтты. Бәлкім бағыты өзгерген желдің кеме қозғалысына кедергі келтіргенін көріп, дегбірі қашып толқыған болар. Немесе Моңғолияның апатқа ұшырағанын елестетіп, үрейі ұшқан шығар. Әлде кеменің басқа бір портқа аялдап, мұның сапарына орны толмас зиян тигізетінін ойлады ма? Мұның бірі де болған жоқ. Тіпті мұндай келеңсіздік бола қалған күннің өзінде джентльмен бәрібір сыр бермес еді. Мейлі, қандай оқыс оқиғаға тап келмесін, сырт көзге ол өңін өзгертпестен, еш таңғалмастан, сол баяғы реформ клубтың мүшесі қалпында қала берері хақ. Ол палубаға сирек шықты. Адамзат тарихының алғашқы кезеңінен ақ айтылатын әйгілі Қызыл теңізге де қызыға қоймады. Теңіз жағасында шашырай орналасқан қалаларға да, көкжиектегі табиғаттың әсем көріністеріне де көңіл аудармады. Ежелгі дәуір тарихшылары Страбон, Ариан, Артеидор, Эдрисилер тек қана жан шошырлық үреймен еске алатын сан мәрте суға бата жаздаған теңізшілер құрбандық шалып қана қорғанатын осынау араб шығанағының қауіп-қатерін де ойлаған жоқ. Сонда бұл өзгеше адам өзінің Моңғолиядағы уақытын қалай өткізді? Ол бар болғаны күніне 4 рет ауқаттанды. Жан-жақтан кемені соққан толқындар да бұл таңғажайып тіршілік иесінің жұмысына кедергі келтіре алмады. Оның бір ермегі карта, вист ойнау болды.
Иә, ол тап өзі сияқты құмарға берілген серік тауып алды. Олар кім десеңіз, Гоадағы үйіне қайтып келе жатқан салық жинаушы, діни қызметкер, Бомбейге бара жатқан Реверенд Децимус Смит және Бенарестегі әскери корпусқа асыққан Британ армиясының бригадир генералы. Бұл үш жолаушы да карта десе ішкен асын жерге қоятындар екен. Олар да Фок мырза сияқты үн шығармай шоғырланып алып, сағаттар бойы табжылмай ойнады. Ал паспортуға келсек, ол теңіз ауруымен тіпті де ауырған жоқ. Кеменің тұмсық жағынан жеке каюта алып, қожайыннан кем түспейтін тағамдармен ауқаттанды. Мұндай жағдайда бұл сапар оған қалайша ұнамасын. Ол өмірдің ләззатын сезіне бастады. Тәтті тамақ, жайлы орын, жаңа жер. Сондай-ақ ол бұл ермектің бәрі Бомбейде бітеріне сенімді болды. 10 қазанда Суэцтен аттанған күннің ертесінде паспорту Мысырға барғанда жағалауда жолыққан әлгі сыпайы адамды палубадан көріп қалды. «Жаңылыспасам?» деді оған мейірлене күлімсіреп. «Суэцте маған еш бәлденбестен қызмет көрсетіп, жол нұсқаған сіз емессіз бе, сэр?» «Дұрыс айтасыз», деді жансыз. «Мен сізді енді таныдым. Сіз әлгі әпенді ағылшынның қызметшісі емессіз бе?» «Дәл таптыңыз, мырза». Фикс мырза, сізді кемеде көргеніме қуаныштымын. Алысқа бара жатырсыз ба?» «Сіз сияқты Бомбейге». «Тіпті жақсы. Айтыңызшы, сіз бұрын осы жолмен жүріп көрдіңіз бе?» «Талай рет», деп жауап берді Фикс. «Пенинсюлер компаниясының агентімін». «Демек, сіз Үндістанды 5 саусағыңыздай біледі екенсіз ғой?» «Иә», деп іштей күбірледі сырын ашқысы келмеген жансыз. «Бұл Үндістан ғажайыбы көп ел ме?» «Өте-мөте ғажайып ел. Мешіттер, мұнаралар, ғибадатханалар, сиқыршылар, Будда ғибадатханасы, жолбарыстар, жыландар, бейші әйелдер. Бұл елмен танысуға жеткілікті уақытым болады деп үміттенесіз бе?» «Үміттенемін, Фикс мырза. Өзіңіз ойлаңызшы, есі дұрыс адам әлемді 80 күнде шарлап шығамын деген желеумен өмір бойы пароходтан пойызға, пойыздан пароходқа секірмейтін болар. Жоқ, таңғалмасаңыз да болады. Алаөкпе қылған бұл әурешілік сапары Бомбейде аяқталады». «Фок мырза өзін қалай сезініп жүр?» деп ең бір шынайы үнмен сұрады Фикс. «Тамаша, тап мен сияқты, ашыққан кісі жегіш сияқты тамақтанам. Теңіздің ауасы деген дәру ғой. Мен бірақ та сіздің қожайыныңызды палубадан бірде-бір рет көрген жоқпын. Ешқашан шықпайды, ол көріп білуге құмартпайды». «Паспорту мырза, осы бір атышулы дүниені шарлау сапарының астарында қандай да бір құпия жатқан жоқ па? Мәселен, я айталық дипломатиялық дегендей». «Дұрыс айтасыз, Фикс мырза, бірақ мен ештеңе білмеймін. Шынымды айтайын, ол тіпті сыр ұшығын ұстатпайды». Осы кездесуден кейін паспорту мен Фикс бір-бірімен жиі әңгімелесті. Полиция инспекторы Фок мырзаның іші бауырына кіруге барын салды. Бұл оған пайдасын тигізуі мүмкін. Сондықтан ол паспортуды Монғолияның барына жиі шақырып, бір стакан виски немесе саптаяқ сырамен сыйлады. Біздің жігітіміз оны қуана құп алып, өз кезегінде осынау керемет джентльменге қарыз болып қалғысы келмей, сыйға сый, сыраға бал деп кәдесін жасап жүрді. Пакетбот тоқтаусыз алға жүзе берді. 13 қазанда Мока қаласы, оның тозып мүжілген қамалдарын көмкерген жап-жасыл құрма ағаштары көзге шалына бастады. Сонау бір тау беткейлерінде кофе ағаштарының кең плантациялары мен мұндалайды. Паспорту атақты қалаға сұқтана қарады. Мүжілген қорған, құлаған мұнаралар оған алып бір кофе ішетін шынаяқ сияқты болып елестеді. Келесі күні Монғолия арабша көз жасы қақпасы дегенді білдіретін Баб-аль-Мандеб бұғазынан өтті. Тағы бір күннен соң 14-ші күні кеме Аден жолының солтүстік-батыс бөлігіндегі Стимер Пойнт айлағына тұмсық тіреді. Мұнда пароход отын қорын толтыруға тиіс.
Өндіретін орындар шалғай жерлерде отынмен қамтамасыз ету маңызды да күрделі мәселе. Бір ғана Пенинсюлер компаниясы осы мақсатқа жылына 800 мың фунт стерлинг, 20 миллион франк жұмсайды. Сол үшін әртүрлі алыс порттарда арнайы қоймалар жасақтау қажет, ал көмірдің 1 тоннасы 80 франкқа келіп жығылады. Бомбейге дейін әлі 1650 миль бар. Монғолияның бункерлерін толтыру үшін Стимер Пойнтта 4 сағат тұруға тура келді. Бұл іркіліс Филиас Фок мырзаның жоспарына түк әсерін тигізген жоқ. Ол мұның бәрін алдын ала ойластырып қойған еді. Оның үстіне Монғолия Аденге 15 қазан күні таңертең емес, 14 қазан күні кешке жетті. Бұл дегенің 15 сағат үнемделді деген сөз. Фок мырза мен қызметшісі жағалауға шықты. Джентльмен құжатына мөр бастыруға кетті. Фикс оларды білдіртпей аңдып жүрді. Діттегені орындалғасын Филиас Фок үзіліп қалған ойынды жалғау үшін кемеге қайта оралды. Паспорту әдетінше Сомали, Баньян, Парсы, Жөйт, араб пен европалықтар мыйдай араласқан 25 мың тұрғыны бар Аденді аралауға кетті. Ол бұл қаланы Үнді мұхитының Гибралтарына айналдырған бекіністерге таң қалды. Сүлейман патшадан кейін 2000 жыл өткесінде ағылшын инженерлерінің қызметіне жарап тұрған керемет су қоймаларына аңтарыла қарады. Қызық-ақ деп ойлады паспорту кемеге қайтып келіп. Енді көзім жетті. Егер жаңа дүниелерді көріп білсең, саяхат дегенің соншама мәнсіз емес екен ғой. Кешкі сағат 6-да Монғолия Аденнің буырқанған толқындарын бұранда қалақтарымен осқылай өтіп Үнді мұхитқа шықты. Аден мен Бомбей арасындағы қашықтыққа ол 168 сағатта жетті. Кемеге Үнді мұхитының өзі дем беріп, жел үнемі солтүстік-батыстан соқты да тұрды. Будың күшіне желкен қосылды. Кеменің шайқақтауы азайды. Көйлек ауыстырып киген ханымдар қайтадан палубаға шыға бастады. Қайтадан ән шырқалып би қызды. Бір сөзбен айтқанда керемет саяхат болды. Паспортудың Құдайдың бұйрығымен фикс кейпінде кездейсоқ кездескен мейірімді серігіне ризашылығы шексіз. 20 қазан түске таман Үнді мұхитының жағалауы көрінді. 2 сағат өткесін лоцман Монғолияның палубасына көтерілді. Көкжиекте ашық аспан аясында аласа төбелер көзге шалынды. Бірте-бірте пальма ағашына көмілген қаланың өзі айқындала бастады. Пакетбот, Солсет, Колаба, Элефанта, Батчер аралдарының жол алаңына кіріп, 5:30-да Бомбей жағалауында тұмсығын тіреді. Филиас Фок бұл минутта өзінің 33-ші жүрісін жүрді. Тап осы сәтте серігі оған және өзге ойыншыларға батыл айла шарғы жасап, тамаша сапарды үлкен ұтыспен тәмамдады. Монғолия Бомбейге 22 қазанда жетуі тиіс еді. Іс жүзінде ол 20 қазанда жетті. Өздеріңіз көргендей, Лондоннан шыққаннан бері 2 күн артылды. Мұны Филиас Фок әдістемесіндегі бағанаға енгізіп қойды. 10 тарау. Үндістанның өр жағы оңтүстікке, еңісі солтүстікке қарай созылған, аумағы 1.400.000 шаршы мильді алып жатқан үлкен бір үшкіл екенін, ондағы 180 миллион тұрғынның теңсіздікте өмір сүретіні белгілі. Британ үкіметі осы ұлан-ғайыр елдің бір пұшпағына ғана иелік ете алды. Ағылшынның өкілдері Калькуттада генерал-губернатор, Мадрас, Бомбей, Бенгалда губернатор, ал Агреде вице-губернатор еді. Алайда британдық Үндістан сол уақытта 100 немесе 110 миллион халқы бар 700.000 шаршы миль аумақты алып жатты. Үндістан территориясының едәуір бөлігі ағылшын патшайымының билігіне әлі бағынбаған. Кейбір шалғай аймақтарда жабайы және қатыгез раджалар еркіндігін сақтап тұрған еді. 1756 жылдан бастап қазіргі Мадрас қаласына ағылшындар бірінші қоныстанған кезде тарихтан белгілі әйгілі сипайлар көтерілісіне дейін Шығыс Үндістан компаниясының бұл елде тасы өрге домалап, дәуірлеп-ақ тұрды. Бірте-бірте жерін кеңейтіп, провинцияларды түрлі амалдармен иемденді. Раджалардан
рента шартымен сатып алып, ол үшін болмашы ғана ақы төледі, кейде көк тиын да бермеді. Генерал-губернатордан бастап барлық әскери және азаматтық шенеуніктерді өздері тағайындады. Алайда қазіргі уақытта компания жоқ. Оның Үндістандағы барлық иеліктері ағылшын билігіне тікелей бағынады. Бұл жердің сипаты, әдет-ғұрпы, этнографиялық келбеті күн сайын өзгеруде. Бұрындары түбектегі саяхатшылар ең бір көне әдістерді қолданатын. Атпен, арбамен, қоларбамен, тіпті кейбірі адам арқасына мініп те жүретін. Ал бүгінде пароходтар Инд, Ганг өзендерінің бойымен өте тез жүретін болып алды. Ал теміржол бүкіл Үндістан түбегін кесіп өтіп, түрлі бағытқа тармақталды. Енді Бомбей мен Калькуттаның арасын пойыз 3 күнде өтетін болды. Үндістанды басып өтетін шойын жолды төте деуге келмейді. Бомбейден Калькуттаға дейін 1000 мильге жуық. Пойыз оған орташа жылдамдықпен жүргеннің өзінде 3 күннен тез уақытта жететін еді. Алайда солтүстік бағыттағы Аллахабадқа көтерілетін бұралаң жолдың салдарынан уақытты 3-тен 1-ге ұзартып жібереді. Бұл ұлы үнді теміржолының маңызды тармақтары мыналар. Бомбей аралын артқа қалдырғасын, сол сәттен асып Тханға қарама-қарсы құрлықты бетке алады. Батыс Гхаттың тау жоталарын көктей өтіп, солтүстік шығысқа Бурханпурға бұрылады. Жартылай тәуелсіз Бундельханд князьдігінің аумағынан шыққасын, солтүстікке қарай Аллахабадқа көтеріліп, шығысқа қарай бұрылып, Гангпен түйіседі де Бенарес өзен ағысынан сәл алыстап, оңтүстік шығысқа қарай Бурдван мен франциялық Шандернагор қаласына жетіп, Калькуттада аяқталады. Сағат 4:30-да Моңғолияның жолаушылары Бомбейге келіп жетті. Ал Калькуттаға баратын пойыз кешкі сағат 8-де жөнелтіледі. Сапарластарымен қоштасқан Фок мырза пакет-боттан шығып, қызметшісіне қажетті керек жарақтарды сатып алуды қадағалап тапсырды. Оған 8-ден кешікпеуді ескертті де, бейне астрономиялық сағаттың секундтары сияқты әр адымын дәл өлшеп басып, төлқұжатқа мөр басатын кеңсеге қарай аяңдады. Ал Бомбейдің көрікті жерлеріне, қала әкімдігіне, теңдессіз кітапханаларға, бекіністерге, мақта базары мен базар мешіттерге, синагогаға, армян шіркеулеріне, кереметтей безендірілген көп қырлы қос мұнарасы бар Малабар Хилл ғибадатханасына көз қырында салған жоқ, тіпті оны ойламады да. Элефантадағы таңғажайып ғимарат үлгілеріне де, айлақтың оңтүстік шығыс бөлігіндегі жұмбақ зындандарға да, сол сәт аралығындағы Канхери үңгірлеріне де, буддалық сәулет өнерінің жәдігерлеріне де қарамады. Атай көрмеңіз, оны ештеңе қызықтыра алмады. Филиас Фок паспорт кеңсесінен шығып, баяу басып, вокзалға барып, түскі асқа тапсырыс берді. Түрлі тағамдардың ішінен бас даяшы жергілікті қоянның дәмін татып көруді ұсынды. Филиас Фок оның сөзіне құлақ асып айтқанын алып жеді. Дәмді тұздық қосқанына қарамастан, бұл тамақ оны жеркендіріп жіберді. Ол қоңырау соғып, бас даяшыны шақырып алды. «Мырза», деді ол, көзін одан айырмай. «Сіз мұны қоян дедіңіз бе?» «Иә, милорд», деді беті бүлк етпеген аспаз. «Бұл джунглидің қояны». «Ал бұл қоян соятын кезде мияулаған жоқ па?» «Мияулады? Не айтып тұрсыз, милорд? Қоян деймін, ант етемін». «Қарған ба?» деп салқын ғана ескерту жасады Фок. Одан да мысық Үндістанда киелі жануар саналғанын еске алғаныңыз абзал болар. Тамаша уақыттар еді ғой ол. Мысықтарға ма, милорд? Мысықтарға да, саяхатшыларға да. Осылай деп ескерту жасаған Фок мырза байсалды қалпын бұзбастан тамағын іше берді. Жансыз Фикс болса, Моңғолиядан Фок мырзаның ізіне ере түсіп, Бомбей полициясының директорына қарай барды. Тезірек құжаттарын көрсетіп, өзі ұры деп күдіктенген адамның ізіне түсіп, келе жатқанын баяндады.
Лондоннан тұтқындау туралы ордер келді ме? Жоқ, ештеңе де келмепті. Фоктың соңынан іле-шала жіберілген ордер әлі күнге Бомбейге жетпепті. Фикс әбден әбіржіді. Жансыз Бомбей полициясының бастығынан Фок мырзаны тұтқындауға ордер алу үшін барын салып бақты. Алайда ол бас тартты. Бұл іс Лондон полициясының құзырында, тек солар ғана қамау туралы заңды ордер бере алады. Мұндай мәселеге келгенде ағылшындар шектен тыс кінәмшіл, заңның сақталуын, адамның құқығына қол сұғылмауын өте қатты қадағалайды. Әрі олардың моральдары да мұны үнемі еске салып тұрады. Фикс одан әрі қолқалаған жоқ, тек осы істі соңына жеткізу үшін ордерді күту керектігін түсінді. Сосын сыр бермейтін алаяқтың Бомбейдегі әр басқан қадамынан көз жазбауға шешім қабылдады. Паспортудың жоғарыдағы пікірін еске алған ол, Фок мырзаны осы жерде тұтқындайтынына сенімді болды. Монғолиядан түсісімен қожайыннан тапсырма алған паспорту Бомбейде де Суэц пен Париждегідей болатынын, саяхат тоқтамайтынын, құрығанда Калькуттаға, бәлкім одан да әрі жалғасуы ықтимал екенін жете ұқты. Тыныш өмірді армандаған паспорту, егер Фок мырза мұны қалжың үшін емес, әлемді 80 күнде айналып өтуге шындап бәс тіксе ше, деп сұрақ қойды өз-өзіне. Бірнеше жейде мен шұлық сатып алған француз уақытын Бомбейдің көшелерін аралаумен өткізді. Көше толы ығы-жығы халық. Европалықтармен қатар үшкір қалпақты парсылар, сәлде ораған баниандар, төртбұрышты қалпақ киген сикхтер, ұзын етек шапан киген армяндар өріп жүр. Бұл күні өздерін Заратуштра ізбасарларының тікелей ұрпағымыз деп санайтын парсылардың ба, әлде гебрлердің бе мерекесі екен. Олар Үндістандағы ең іскер, ең өркениетті, ең ақылды және ең қатал қауым болатын. Бұлардың ішінде Бомбейде туып өскен дәулетті саудагерлер де көп еді. Мереке көрінісі көз жауын алатын салтанатты діни шеруге келіңкірейді. Қызылды жасылды киінген алтын күміс әшекейлер тағынған бейші әйелдер, тамылжыта сызылған скрипка мен екпіндете соғылған барабан үніне үйлесіп, мың бұрала билейді. Паспорту тілі байланғандай мына қызықты рәсімге көзі бақырайып, бала сияқты аузын ашып қарап қалған. Дүркіреген думан таңғалдырып, есінен тандырғандай. Қызыққа әбден елтіген паспорту әуестігін жеңе алмай әрі қарай жүре берді. Бұл Филиас Фоктың саяхатын жалғастыруына кедергі келтіре жаздады. Парсылардың шеруін тамашалаған паспорту вокзалды бетке алды. Жолай Малабар Хиллдің таңғажайып ғибадатханасы алдынан шыға келді де ішіне кіріп көруге бел байлады. Бірақ та ол екі нәрсені білген жоқ. Біріншіден, үнділердің ғибадатханасына христиандардың аттап басуына түбегейлі тыйым салынған. Екіншіден, ішке енгендер аяқ киімді табалдырықта шешіп кетуге тиіс. Таза саяси себептерге байланысты Британ үкіметі үнділердің наным-сенімдерінің ең бір болмашы рәсімдеріне де құрметпен қарауға мәжбүрлейтін және олардың діни сенімдерін қорлаған кез келген адамды қатаң жазалайтын. Паспорту өзінің қылмыс жасап тұрғанын білмеген қалпы ғибадатханаға кіріп келді. Ол жай ғана турист ретінде Малабар Хиллдің қалай безендірілгенін тамашалап, брахмандардың сәулет өнеріне, ғимараттың ғажайып әшекейлеріне сүйсінгісі келді. Кенет оны әлдекімдер ғибадатхананың киелі еденіне атып ұрды. Көздері шапыраштанып, ашуға мүнген үш абыз паспортуды жығып салып, аяғындағы бәтеңкесін сыпырып алып, шұлығын жырта-мырта жұмалап шеше бастады. Күші мығым, айласы бекем француз орнынан ұшып тұрды. Етегі аяғына оратылған екі діндарды құлақ жекеден бір ұрып, құйрықтан теуіп құлатты да ғибадатханасынан қашып шықты. Қуып келе жатқан үшінші абыздан қара үзіп, қалың жұрттың арасына қойып кетті. Пойыз жүруге тақағанда, небәрі 5 минут қалғанда, жалаң аяқ, жалаңбас, алған заттарын жоғалтқан паспорту вокзалға жанұшыра жүгіріп келе жатты. Фикс бұл кезде перронда еді. Фоктың ізінен қалмаған жансыз бұл алаяқтың Бомбейден аттанғалы жатқанын ұқты. Сол сәтте Калькуттаға дейін керек болса одан әрі де бірге барамын деп шешім қабылдады.
Паспорту қара көлеңкеге жасырынған Фиксті аңғарған жоқ, алайда агент француздың басынан өткен оқиғаларын баяндап бергенін естіп тұрды. Мұндай жағдай енді қайталанбайды деп үміттенемін. Деп жайбарақат үн қатты Филиас Фок вагондағы өз орнына жайғасып жатып. Әбден ұялған жалаңаяқ байғұс қожайынның соңынан үн-түнсіз монтаңдай берді. Фикс келесі вагонға кіруге оқтала бергенде басына жаңа ой келе қалды. «Жоқ», деді ол өзіне. «Мен осында қалам. Қылмыс Үндістан аумағында жасалған. Бұл жігіт енді менің уысымда». Ысқыра қозғалған тепловоз түн қараңғысына сіңіп бара жатты.